Маған бір қыз келді Гэлбразборға ше. Сөйтіп бағанағында біз айтып жатырмық қой тренинг бірдеңке деп. Сол жерге 6 рет па 8 рет па барған ғой. Сосын мен айтамын да, не деген, не сені апарып жатыр ол жаққа деп, шындай қалай сен қайта барудың сыры не деген кезде ол қыз былай айтады. Бірінші барған кезде настолько эмоциясын качать еткен, сөйтіп ана нелер кетіп қалған ғой миындағы, все, мен қолымнан бәрі келеді, мен бүгін барамын да бүйтемін деп, андай бір нелер кетіп қалған, шаблондар ше, еркін бол, там потенциалыңды аш деп біздер айта береді ғой. Ол шариғатқа сай емес па. Сөйтіп бұл шыққанда, сторисына шыққанда бірдеңке үйтіп бүйтіп үшін бір наставничество ма, курс ма, бірдеңке сатып жіберген, в общем, миллион теңгеге ше. Миллион теңгеге сатып жіберген, соны бір рет жасаған и қайтадан 6 рет 8 рет баруының себептерін соны қайталай алмай жүр екен да. Өйткені ана бір рет болып қалды ғой, сәті түсіп, ана андай қызық не бар, біреу көтермей жүруі мүмкін, бір арыстан баптың басына барып домалаған құдай, содан сынап, немесе бір сәті не совпадение болып қалып деген темасы, өмір бақи сонымен сынауы мүмкін деген сияқты ғой. Бірақ қызығы ол жерде бір нәрсені ескермеді, гиперкомпенсация емес, сондай нәрсе бар ғой. Яғни сен қаншалықты, мен бір бұрын студент кезде айтқан сөзім бар, тез жанған махаббат тез сөнеді деп ше. Аяқ асты лап это эмоциямен жанса, оның сөну ықтималдығы жоғарыда, бүйтіп келген не уже ол осознанно болуы мүмкін деген сияқты. Сол сияқты қызық айтып жатырмын да, сенікі базар ұшқан шығар, бірақ организм одан кейін 2-3 есе жерге қарай құлатады деймін да. Бір как будто бүткіл энергияңды барықтап жағып жібергендей. Сол сияқты қызығы жаңағылар, кейбір адамдар сондай жерге барып бір табыс тауып кетуі мүмкін. Ол біріншіден содан сыналып та жатуы мүмкін. Именно соған қатты иман етіп қойғаннан кейін, ойбай осы ғана шешеді дегеннен кейін. Екінші мәселе жай сәйкестік қана болып қалуы мүмкін. Үшінші мәселе, оның кері нәрсесі бар, сен бірнеше есе болып құлайсың қайтадан, өйткені эмоцияңды андай Red Bull ішіп алып жұмыс жасаған сияқты ғой. Сенің артық энергия, организмнің әрқашан бір 60-80% энергияңды ұстап отырады ғой. Сен 60-ын да шығарып жібердің да, бірақ ана емкость аккумулятор отырған сияқты ары қарай уже истощение бола бастайды ғой. Соны ескермейді. Сөйтіп құлауы мүмкін. Және де көбі соны қайталаймын деп соған сүйеніп, адам контекстіне сүйеніп алған бір жаратылыс қой әйтеуір, контекстіне сүйеніп шешім шығара береді, бір рет атып кетсе өмір бақи ата беремін деп ойлайды, немесе бір қиыншылық келіп қалса өмір бақи осы қиыншылықтан шықпаймын деп жүре беруі мүмкін бұрынғына сүйеніп. Бірақ ана контекстіне сүйеніп, ладно, оған кірмей ақ қояйық, философский тақырып болып кетеді. Айтайын дегенім, осындай бір эмоционалды қысқа мерзімді бір нені істемей, ұзақ мерзімдіге ойлану, және қызығы в тотале осы ұзақ мерзімділер ұтады. Яғни жаңа өзінің бір қабілеттілігін дамытқан, немесе бір саланың маманы болуы, білім алуы, проблеманы шеше алуы ұзақ мерзім талап етеді, бірақ в тотале соны ұтасыз. Шешім ретінде енді жаңа біз ондай жерге бармайтын болсақ, не істесек болады дейтін сұрақтың жауабы ретінде айтып жатқаным ғой. Оданша сондай курсыңызды алыңыз. Сіз мысалы бухгалтерсіз ба, өзіңіздің бухгалтерлік қабілетіңізді күшейтетіндей, ары қарай финансистқа өтіп кететіндей деген сияқты ғой.